Мархабат Байғұт. Жоғалған жұрнақ. Жұрнақ көке жынданып кетіпті деген хабарды біз көктемгі каникул кезінде естідік. Қонақбай ағайды қатты аядық. Ол кісіні, яғни қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін Қонақбай ағайды біресе көргіміз келеді, біресе қорқатын сияқтымыз. Жалғыз ұлы жайында желтоқсан көтерілісінен бері апта аралатпай жетіп жататын адам иланғысыз ақпараттарды арқалап жүргеніне 1,5 жылға жуықтап қалғанын бәріміз білеміз. Текемет кенті түгел біледі. Текемет түгілім 6 шақырым жердегі Айқұмырсқа ауылы да, 60 шақырым алыстағы аудан орталығы да біледі. 87 жылғы қаңтардың өзінде Қонақбай ағайды ауданға қайта-қайта шақыртқан. Онда қысқы каникул еді. Қасақана қар қалың түсіп, біздің белуарымыздан ағайларымыз бен апайларымыздың тізелерінен асып кетті. Алғаш аяз қысып тұрды дағы, кенет қазығұрттың қойнауларын суық үнді суыл кернеп, бүрі боран ұлып қоя берді. Текемет кентінде 4-5 күндей жарық болмай қалды. Бағаналар құлап, ұзынынан түсіп сұлап жатты. Сонда ғой, қысқы каникулдан кейінгі алғашқы сабаққа кірген Қонақбай ағайды біз танымай таңырқағанбыз. Мектебіміздегі барлық мұғалімдерден биік көрінетін ағайымыз мұқым мүлде кішіреп кеткен екен. Қоңырқайлау тақтаның төбе тұсындағы көптік жалғаулар деген ірі-ірі жазулар қатарынан көрінетін қара шашы мен қайран басы жарты метрдей төмендеп, септік жалғаулар дейтін көрнекі плакаттың етегіне дейін пәсейіпті. Екі беті бірдей үсікке ұрынған, бәрінен де бетер қайран қалдырғаны қалжыраңқы Қонақбай ағайымыздың жайшылықтағы жылуарлы жанарының бұрынғы нұрынан жұрдайлығы еді. Қонақбай ағайдың жалғыз ұлы жұрнақ көке Мәскеудегі аса ірі, атақты оқу орнына түскен және оны қызыл дипломмен бітіруіне 5-6 ай қалған мақтанышымыз болатын. Текемет кентінен тауарлы пойызға мініп кетіп, ешкімге айтпастан Мәскеуіңіздің өзінен бірақ шыққан. Жүздеген мың талапкерден біреуінің қолы бәлкім жетіп, бәлкім жетпес. Өзгеше оқуға өз күшімен түсіп, 6 жылдан астам уақыт оқып, Алматыдағы сүйген қызына келмей ме баяғы? 86-ның қысында. Ал, әрине, жайдан жай айнымас, өздігінен қораланбас десетін еді қариялар. Ол жер жарықтықтың жүзінде тіршілік кешетін, санал жаратылыс иелерінің пейіл-пиғылынан пайда болатын тексіздік тозаңдарының қалыңдауынан қорланып қораланар. Желтоқсандағы жарқырап тұрған айдың 15-інде толып, алайда айналасы табан астынан тозғындана торланып, тозаңыта қораланып тұрғанын байқатпаған бал тәтті жолығыстың жалғасы тірсегінен қиылып түсер деп кім ойлаған? Өзінің көгінен жарып шыққан жас ұрпақты жау тұтатын да, жаһаннам жүйелі қорғау қоғам бола берерін біз қайдан білейік ол кезде? Әйтеуір жұрнақ Қонақбайұлы сынды мәскеулік студенттің де бүлікшілерді, бастаушылардың бірі екенін естідік. Текемет кентінде Қазғұрт тауының бір бүйіріндегі кеңшар орталығында сыбыр мен күбір көбейді. Жұрттың бәрі бір-біріне ашып ештеңе айтпауға айналған. Күдік пен күмән ауруы асқына түскен. Қазақ тілі мен әдебиетінің сабақтары сирексіді. Қонақбай ағайды аудан мазалап, облыс жазалап, онсыз да қылқиып қалған мойнына қыл тұзақ салып, қыл тізгін тағып қойғанын сезінбедік дей алмаспыз. Мұғаліміміз сабақтарын сұлық салқын өткізеді. Басын көтеріп, бетімізге тіке қарауды қойған. Қонақбай ағайға өмір өгейленді ме? Әлде өмірге ағай өгей тартты ма? Әйтеуір қандай да бір күрделілеу құбылыстарды, қиянат қана қалдыратындай қияс сызаттарды сезінетінбіз. Газеттердің бірінші беттерінен ызғар шашып, зымияндана жымиятын келімсек көсемдейін өмірдің түсі де соншама суып, жуық жылдары жылымасқа кеткенін де ағайымыздан аңғарып, жүрегіміз суылдайтын. Жұрнақ көкені соттағалы жатыр екен десті. Қонақбайұлы жұрнақ өзі оқып жүрген Мәскеуге аяқ-қолы кісенделіп әкетіліпті десті. Тіпті Текемет кенті арқылы тор терезелі вагондар тіркелген состав өтіп бара жатқанда өз көздерімен көріп,
өз ауыздарымен айтқандардан анық естігендерге дейін табылатын секілді. Сілікпесі шыққан, қырларын ауырсынғандай арсаланған абыз қазығұртыңыз 87 жылдың қысынан қатты қажыған. Сұрапыл борандар, сары долананы сұрғылт тамырымен суырып лақтырған айлар артта қалғанымен біздің ағайымыз ауыртпалықтан арыла алмады. Міне, 88 жылдың көктемгі каникулында Жұрнақ көке жынданып кетіпті деген қан жоса хабар да келіп жетті. Басқаларды мен қайдан білейін, өз басым үшін осынау ошарыңыз Текемет кентінің төбесінен төнген зауалдай сезіліп, есеңгірей омалып отырып қалдым. Алқым түймесін ағытып тұрып алқынып айтқан сыныптас қызды қылқындыра буындырғым бар. Бірақ суық көктемде от жанып жатқан ошаққа арқа тіреген күйімнен көтеріле алар емеспін. Көршінің қызы қайтадан шығып кете барған. Зорлана түрегеліп терезеден қарасам, сыныптас сұлуым көшенің арғы шетінде селтиіп тұр екен. Қимылсыз қатып қалған. Кенет менің көзім де Қонақбай ағайдың үйі жаққа түсіп кетті. Жалғыз түп жаңғақтың жапырағы жыл сайын төгіле-төгіле әбден қыналып, қарайып кеткен шифрлі шатырынан ба, Жұрнақ көке жайындағы жаманат хабардан ба, ағайымыздың жанарындай жарық нұр шашатын 3 бөлмелі үй қара жамылғандай қорқынышты көрінді. Әзерлей түрегелген тұсыма тізерлей жеткенімде, басым бір жағына қарай зіл тартып, шыр айналып жөнелді. Bir қарасам, Текеметтің 4 палаталы шағын ауруханасында жатырмын. Терезеден қарауыта қоңырайған қазығұртты көзім шалды. Сонсоң, мамам мен медбике екі жағымнан бірдей бетіме төне үңілді. Одан арқысы белгілі. Айналып үйірілу, құшақтау мен ағыл да тегіл көз жасы. Ауруханадан апта өткенде зорға шығарды. Тағы бір апта сабақтан босатылатыным туралы анықтама берілген. Сол күні түс аумай жатып-ақ сыныптастарым көңіл сұрамаққа келген. Бірақ біреуі де бұрынғыдай еліріп, ентікпейді. Ентелеген ешқайсысы жоқ. Танауларының тып-тыныш, тым тырыстығына таңырқаймын. Делдиіп, желпілдемейді жүді. Не болған сонда бұларға? Әрине, үлкендер үнемі қайталап, қағидалайтындай бәріміз де пендеміз. Ең алдымен адам деген хайуан өзін ойламай ма? Мына мен хайуаныңыздағы өзімді алға шығарыппын-ау сонда. Түсіндіңіз бе? Сыныптастарымның сүлесоқ тұрпаттарына байланысты басымнан ба, әлде басқа бір жерімнен бе аса қауіпті ауру табылған екен ғой деп түйгенім рас. Сөйтсем, Қонақбай ағай, қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін, жыл жарымға жуық уақыттан бері жаһаннам қоғам ба, жандай шап адам ба, азапқа буып, тозаққа таңып тастаған қайран ағатайымыз қайтыс болыпты. Ол кісіні жерлеуге 7-8 адам ғана қатысыпты. Жаназасы жасырын шығарылған деседі. Мектеп мұғалімдер мен оқушылардың баруына мұқым тыйым салынған. Бәріміз бір-бірімізбен біздің үйде құшақ айқастырып, үлкендерше көрістік. Неге екенін кім білсін, өкіре дауыстап, шер тарқатқымыз келгенмен, үнімізді шығармай, әлдекім әлдеқайда барып айтып қоятындай қысылып, қыстығып жыладық. Жасырын аққан жас көзді қаттырақ ашты ма, баршамыздың жанарларымыз Текемет кентінің шеткер үйлерінде көзге қарай көбірек басылатын Текеметтің төріндегі қызыл бояудай білеулене домбықты. Ойпыр-ай десеңізші, сонда ше бір-бірімізге бұрынғыдай сенімді де еместейміз. Жасқан шақтай, жалтақтай қарайтынбыз. Бас шіркінді сескене, секемдене көтеретіндейміз. Сөйтетінімізді сыныптастарымыздың қай-қайсысы да сезбейді дей алмаспыз. Бәрібір біздің үйде, оңашада осылайша еркіндеу егілгенбіз. Көз жасымызды көлдете бір төгілгенбіз. Топтаспаңдар дейтін тәртіпке бас қоспаңдар деген бұйрыққа бағынбағанбыз. Қазығұрттың қойнауындағы қыраңда қарауытып жатқан Қонақбай ағайға ғана шағынғанбыз. Қазығұртымыз көбінесе мұңды сағымға оранып тұрады ғой. Онысын біреу байқар, екеу аңғармас. 3 сыныпты артқа тастап, 9-да оқып жүргенбіз. Текеметтің тегістігінен тауға көп қарайтынбыз. Желтоқсан көтерілісіне басқаша бағалар беріліп,
Оған белсене қатысқандар нағыз батырларға айналды. Қайран, Қонақбай ағайымыз бұл заманды көрмей кетті ғой деп, жанарларымыз жасаурағанымен бұрынғыдай егіліп төгілмейміз, есейіп келеміз, қатайып барамыз әрине. Ақ параққа көздерінің жастары тамып-тамып кететін қыздар дағы көп емес. Сөйтіп жүргенімізде жаз шығып, қаз ұшып, Қазығұрттың мұңды сағымы сейіліңкіреп тұрған сәскеде Текемет кентінің орталық көшесінде Жұрнақ көке пайда бола кетті. Текеметтің тұп-тура ортасындағы кеңшар кеңсесінің алдында таксиден түсті. Жанындағы жамағайын екі кісі оның үсті-басын сәл-пәл жөндеген болды. Жұрт жиналып қалды. Ішінде біз де бармыз. Жапа-тармағай жабылып қолын алуға ұмтылдық. Пошым марқұм мұғалімімізге біраз келіңкірейтіндей. Қонақбай ағайымыздың құнсызданбай, құныспай, шерленмей, шеменденбей, Мәскеудегі мықты оқуды бітіргелі тұрған баласын мақтан тұтар кезіндегідей бойшаң болмаса дағы бірталайдан биік көрініп, сорайып тұрыпты. Алғашқыда жапырлай қолын ала бастағандарға Жұрнақ көке жып-жылы жымиғандай қараған. Жынданғанынан жазылған екен ғой, жақсы бопты ғой деп ойлағандар аз болмаған. Біреулері айналып толғанып, арқасынан қағып жатты. Екіншілері әкесіне көңіл айтуды да ұмытпады. Қонақбай ағай деген сөздерді естігенде Жұрнақ көке дөрекілеу кейіпте ыржалаңдап күлген секілденді. Сәлем берушілер сәл-пәл сосиыңқырап, шошыңқырап, шегіншектеңкіреп, шеттеңкіреп тұрысты. Жұрнақ, айналайын, асылдың сынығысың ғой сен, деді мектеп директоры Сағындықов ағайдың анасы оның басын иіп, бетінен сүйіп. Келген қадамың құтты болсын жарығым, сәтін салса жазылып кетерсің шырағым. Біраз кісілер көздерін сүртісті. Соншама жұрттың ішінен Сағындықовтың шешесі ғана Жұрнақ көкенің бетінен сүйген еді сонда. Жынды Жұрнақ, ол осылай атанды да кетті. Біз де бұрынғыдай Жұрнақ көке дей алмадық. Жамағайындары Жұрнақты Қарағандының жындыханасынан тауыпты. Онда қалай, қашан, қандай жағдайда түскенін айтуға болмайды екен. Бірақ жынданған боп есептелінгенімен мұның ең басты ерекшелігі ешкімге ешқандай зияны жоқ, кісіге күш көрсетпейді, зорлық-зомбылық жасамайды. Дәрігерлер соңғы 2 жыл бойы ерекше зерттеу жүргізіп, осындай оңды қорытындыға келген. Ауылдарыңа алып кетуге әбден болады. Арнаулы мекемелердің де келісімі, рұқсаты бар дескен. Желтоқсан көтерілісіне қатысқандарды жарылқайды мыс дегенді естіп, іздеп шыққан, жынданып кеткеніне қарамастан, Текемет кентіне алып қайтқан ағайындарына мыңда бір рахмет деп алғыс айтқандар да аз еместі. Алайда жынды Жұрнақты жамағайындарының ешқайсысы да жақындата қоймады, үй жайларына кіргізбеді. Қара жұмысты жапырып істейтін жігіттің күшін пайдаланып алады да арзымас қана ақша беріп, қалған құтқан тамақпен алдаусыратып, арқасынан қағып, аулаларынан шығарып жібереді. Бітті. Жынды Жұрнақ ақшаның есебін білмейтін. Ол сорлыға 10 сом берсеңіз де, 1000 сом ұстатсаңыз дағы нәні пәтір. Бәрін 1 сом дейді. Кейде ешкім жұмысын істетпей, көп күндер бойы көк тиынсыз қалғанында көшеден өтіп бара жатқан оқушыларға жалынып, балдаре, 1 сом беріңдерші деп келе жататын. Жалынып, жалбарынып, жұлқылау, жолына жармасып, тартып алу дейтіндей жағдаяттар жынды Жұрнақтың кәпәріне де кірмейтін сыңайлы. Бәріне де бірте-бірте ойыңыз да үйреніп, ең жаманы етіңіз өліп кетеді емес пе? Жынды Жұрнаққа да сөйттік қой. Оны айтасыз, алғаш аяп, бой тартатындар бірте-бірте бара-бара оның жуастығын басынып, көпе көрнеу мазақтайтынға айналды. Тірліктерін тап-тұйнақтай тындыртып алып, түктей берместен, дымда татырмастан, тепкілеп қуып жіберетіндер де табылатын еді. 6 шақырым жердегі Айқұмырсқа ауылынан Текеметтің орта мектебіне қатынап оқитын 10 шақты оқушы бүкіл сөмкелермен бар киім-кешектерін жынды Жұрнаққа артып қойып, қыран басып, белең басып, билеп кетіп бара жататынына көзде үйренді. Ет өлді. Жынды Жұрнақ адамдарды бір-бірінен ажырата алмайтын, кісі танымайтын.
кімнің кім екенін мүлде білмейтін. Бірақ күндердің бір күнінде айналасын аң-таң етіп қойғаны тағы бар. Баяғы бетінен сүйген кейуана бірде жанына жасқанбай-ақ, жиіркенбей-ақ отырып алып, басынан сипап-сипап қойып әбден жылапты да: «Әй, Жұрнақжан, сен осы текеметтен, анау айқұмырсқадан, мына мектептен біреу-міреу танисың ба? Есіңе түсіріп көрші, айналайын жарығым», депті. Жынды-жұрнақ жерді шұқылап-шұқылап отырыпты да ыржалаңдап кеп күліпті. Ақылай күрсініп, өкілей түңілген директордың шешесі: «Жұрнақ, айтшы айналайын, ең болмағанда бір адамды да білмейсің бе? Мына мені де танымайсың ба?» депті. «Жоқ, сізді танымаймын, бірақ бетімнен сүйгеніңізді білем ғой, неге білмеймін?» депті жынды-жұрнақ. «Ана байғұс ал кеп еңіресін-ай сонда. Мектептен дедіңіз бе?» «Апа», депті жынды-жұрнақ содан соң жер шұқылаған күйі. «Мектептен кімдерді танисың деп сұрадыңыз ба жаңа? Менен? Мына менен?» «Иә, деп айқай сапты мектеп директордың шешесі. Айтшы, кімдерді білесің айналайын жарығым, Жұрнағым?» Сағыныш апай танимын, Сағындықов ағайды білемін». «Болды, басқа бірде-бір адамды білмеймін, апа. Ренжімеңіз». Көзінің жасы көл болып, ебілі-дебілі шыққан ана: «Айналып кетейін Жұрнағым-ау, сол Сағындықов деген мектеп директоры менің балам ғой, мені неге танымайсың? Ол менің ұлым», дейді. «Ой, апа, кімнің баласы кім екенін, кімнің шешесі кім екенін, кімнің әкесі кім екенін мен қайдан білейін? Басымды қатырмаңыз», деп орнынан тұрып кетіпті жынды-жұрнақ. Өзі түнейтін, тұрақты мекен ететін Қамбар ата әулиеге қарай аяңдайды. Артынан мектеп директорының шешесі біразға дейін ілесіп, бірталай әңгіме айтып үлгермекке тырысқан. «Айналайын Жұрнақ-ау», дейді кейуана көп-көп нәрселерді Жұрнақтың жадына түсіріп, ойына оралтпақ мақсатпен. «Сен осы анау Айқұмырсқа ауылында туғаныңды білесің бе? Қонақбай деген әкеңді білесің бе? Адамның адамы сол еді ғой, айналайын. Бейшараның жалғыздығы ғана жазғытұғын. Жалпы оның арғы аталарынан қалған мұңды мұра жалғыздық екен. Қонақбай бейшараның әкесі де, әкесінің әкесі де, әкесінің әкесі дағы жалғыз бопты. Жұрнақжан, Қонақбай мына Шымкенттегі педагогика институтын бітіріп, дипломымен келіншегін қатар алып келіп еді». Осы тұста ғана жынды-жұрнақ бұрқ етіп бір бұрылған. «Келіншек дейсіз бе?» деген. Өз ойымен өзі болып, баяғы бір замандардың суреттерімен араласып кеткен ана: «Иә, келіншегін қоса әкелген сенің әкең, дипломмен бірге», деп әңгімесін одан әрі жалғапты. Бірталайға деуір бала көтермеді. Ақырында 6 жылдан соң ба, 7 жылдан соң ба егіз тапты. Екі бірдей ұл келді дүниеге. «Әй, Жұрнақжан, саған айтам, сен айтам, Қонақбай бүкіл дүниесін жұмсап, ұлан-асыр той жасаған сонда. Біріңе Жалғау, екіншісіңе Жұрнақ деп ат қойған. Жалғау сенің сыңарың еді. Жұрнақ мына сенсің. Жалғау мен Жұрнақ деп ат қойғанын жұрт мазақтайтын, ал Қонақбай мен келіншегі мәз боп күле беретін. Айқұмырсқа ауылында аз ғана үй қалып, көпшілігіміз Текемет кентіне көштік. Мұнда жаңа 3 қабатты үлкен мектеп салынды. Қонақбай мен келіншегі де, менің қазіргі директор ұлым да осы мектепке жұмысқа ауысқан. Жалғау жастай шетінеп кетті. Айдай жайнап, күндей күліп жүретін шешең де көпке бармады. Жалғаулар жоқ болғанда Қонақбай 100 жасқа қартайса, ана жүрек 1000 жасқа шөгіп еді. Жалғыз қалғансың, Жұрнақжан, сөйтіп. Осы тұста Жұрнақ кенет кідіріп, кілт тоқтасын да, жөнделіп жатқан мешіт маңындағы жұмсақ топырақтан бір ұшы көрініп жатқан темір таяқты суырып кеп алсын. Қамшының сабынан аумайтын қоңыр, бұжыр арматура кесіндісін бір қолымен суырып кеп алысындағы екінші қолының алақанына салсын. Арда қарасын, берде қарасын. Қарап тұрсындағы айғайға бассын-ай кеп. Деп бір қолмен басын, екінші қолмен арматура таяқты қысып, қалшылдап кері бұрылсын, сосын «Апа!» деп мектеп директорының шешесіне қарай тура ұмтылсын. 5-6 адымдап жетеді емес пе әрине. Кейуана тайып құлады ма, жоқ әлде талып құлады ма, жынды-жұрнақ
Қоңыр бұжыр арматура кесіндісімен директордың шешесін ұрып жықты ма, не болып, не қойғанын әуелгіде ешкім білмейді. Бәрібір адам дегеніңіз жаман ойлайды, жақсылыққа бірден жорып жолай қоймайды. Мешітті жөндеп жатқандардың да жиған терген имандары азырақ шығар. Ақ пен қарасын айырмай жатып, жынды жұрнақты жығып салып, жабыла тепкілеп, байлап тастайды. Милиция өкілі мен мектеп директоры Сағындықовта жылдам жетсін. Жағдаймен жан-жақты таныса бастасын. Аурухананың дәрігерлері де келіп, абырда сабыр болсын. Кемпірдің ештеңесі де жоқ, қан қысымы дұрыс. Жүрек соғысы жақсы, еш жеріне жарақат түспеген, соққы түгілім титімдей нәрсе тимеген деген алғашқы қорытынды жасалсын. Жынды жұрнақ оңбай таяқ жеп, тепкі көріп, байлаулы жатсын. «Мұнда не ағып жүрсің, мама?» дейді директор Сағындықов. Не айтарын ажырата алмастан, не күлерін, не жыларын білместен. «Не болды сізге? Не ағып жығылып жүрсіз? Әлде?» Сағындықов жынды жұрнақ жаққа қарай беріп, көзін тайдырып әкетіпті. Адам шошырлықтай айғаймен апаға қарай ұрайын деп ұмтылған өз көзімізбен көрдік. «Көрдік», дейді мешіт жөндеушілердің бірі. «Ұстап қалдық қой әйтеуір», дейді екіншісі. «Қолындағысы анау жатыр», дейді үшіншісі кеспелтек темірді иегімен нұсқап. «Алып кетеміз, ауданға табыс етеміз», дейді милициядан келген тығыншық тапал майор жұрнақ жаққа жұлқына ұмтылып. «Сөйтіңіздер», дейді мешіт жөндеушілерінің әуелгісі. Ортаға директордың шешесі шығады. «Қойыңдар», дейді. Бұйрық жайлы сөйлеуге мәжбүрленіп, өз ұлына бір, өзгелерге бір-бір қарап. Жұрнақ екеуміз әңгімелесіп келе жатыр едік, ғайыптан құлап қалдым. Ол бала мені ұрған жоқ, соққан жоқ. Не себептен алып кетесіңдер?» «Мына мешітті қалпына келтіріп жүргендер айтып тұр ғой, апа», дейді тығыншық тапал майор. Махар бойын өсіргісі келгендей, өкшесін қайта-қайта көтеріп, «Сізді ұрайын деп арматураны ала жүгіргенін, сол себептен тепкілеп байлап тастағанын айтып тұр ғой аналар», айқай сала ақырғанын. Кейуана кемсеңдеп, көз жасын сорғалатып жылап қоя береді. «Мен де айтып тұрмын, жұрнақжан тырнағында тигізген жоқ, айқай-ұйқайында естімеді ғой бәрің. Таниды екен ол. Менің баламды таниды, анау ән күй сабағынан беретін Сағыныш деген апайын да таниды екен. Сұраңдаршы Қанекей байлауын шешіп жіберіп өкініп жүрмейміз бе?» дейді мешітті қалпына келтірушілердің бірі. «Бой бермей қашып кетіп масқарамыз шықпасын». «Жарайды, шешіңдерші, апай айтып тұр ғой», дейді Махар майор, әлде бір шешуші шайқасқа дайындағандай қомдана қомпиып. Жынды жұрнақтың аяқ-қолы шешіледі. Аузы мұрнының қанын сүртіп, анадай жерде жатқан арматура таяққа тұра ұмтылады. Майор мырза бастап, қалғандары қостап, бәрі жабылып ұстай алысады. «Айтпадық па, айттық қой», деседі мешіт жөндеушілер. «Бәрің бірдей жабылмай-ақ, екеу-үшеуің ұстасаңдар жетеді ғой», депті Сағындықовтың анасы жынды жұрнақтың алдына жасқанбай жетіп, жиіркенбей бет-аузын сүртіп. «Айналайын жарығым, жұрнағым, айтшы қане, осы тұрғандардан кімді танисың?» Жынды жұрнақ тұманытқан жанарының жұртқа аударып, біраз қадала қарайды да, «Сағындықов ағайды білем», дейді аузының қанын сүртіп. «Ол қайсысы жарығым?» дейді директордың шешесі. «Қай жерде тұр?» «Қараүліктің түбінде тұр ғой, Сағындықов ағай», депті жынды жұрнақ. Жұрттың бәр демдерін іштеріне тартып, тыныс ала алмағандай тым-тырыстанған. Тыныштықты тағы да кемпір бұзады. «Тағы кімді танисың, Жұрнақжан?» дейді. «Сағыныш апайды білем, бірақ ол кісі көрінбейді мұнда», дейді жұрнақ. «Басқа ешкімді білмейсің бе?» дейді Махар майор ары-бері адымдай маңыздан. «Білем», дейді жынды жұрнақ. «Кімді?» дейді майор. «Анау арматураны», деп жұлқынады сонда жынды жұрнақ. «Тоқта, неге жұлқынасың сен?» дейді Сағындықов осы мезетте әлденені түсінбегендей таңырқап. «Арматураға неге ашуландың, жұрнақ?» Сол сәтте жынды жұрнақ еңірей жылап қоя береді. «Ағатай, ағатай», дейді егілген жынды жұрнақ етпеттей жығылып, жерді тоқпақтап. Сағындықов ағай, анау арматура таяқты әперіңізші маған». «Әперіңдер», дейді мектеп директоры батыл шешімге белін бекем буып. «Ойбай қойыңыз, желтоқсаншыларды баяғыда мына біз сияқтыларда қуғындаған, маған тиісіп жүрмегей», деп безілдепті Махар майор. «Қорыққандарың аулақ кетіңдер», дейді директор.
Жынды жұрнақтың жанында шешесі екеуі ғана қалған. Арматураны директордың өзі әкеп берген. Жұрттың көбі қашықтау барып тұрған. Мешіт жөндеушілер мүлде қашып кеткен. Майор соларға ілескен. Жынды жұрнақ арматура темірдің кесіндісін қос қолдап ұстаған күйі деп айқай салған даусы батыс тұста басына бұлт қонақтаған қазығұртқа, шығыс жақта Айқұмырсқа ауылына жеткен. Алма деп қыздың есімін қосқан екінші айқайы жер ананың жүрегіне дейін жеткен шығар-ау. Сағындықовтың анасы жанарынан жас сорғалата, сорлы балам-ай, Мәскеуден Алматыға іздеп келген сүйген қызының аты Алма екен деуші еді. Ып-рас екен дә, деген бармағын істеп. Жынды жұрнақ ешкімге тиіспеген де, ешқандай қауіп те төндірмеген. Қамшының сабынан айнымайтын, алайда қоңыр бұжыр арматура таяқты сол екі айқайлағанында-ақ шеңберлей майыстырып, Қамбар ата әулиенің кесенесі тұрған биіктен терең жардың түбіне қарата лақтырып кеп жіберген. Бәрі түсінікті болды. Бұл жұрнақ ешкімге тиіспейді, қорықпаңдар, жүре берсін, деген мектеп директоры Сағындықов ағай. Байқадық, естідік, көрдік. Біразға дейін жынды жұрнақ Қамбар ата кесенесінің маңайынан шықпай, таяқ тастам тұстағы мешітке де, мектепке де, балаларға да, тіпті жан баласына жоламай қойған. Өзімен өзі боп, өзіне өзі сөйлеп, сол ғой сол арматура, менің басыма тиген, Алмаға тиген, іштен тепті, Алманы іштен тепті, етбетінен жатқызды. Қыздардың бәрін, етбетінен тұрғызбай қойды. Етбет деген қыздар-ай, шашы жұлынған Алматы-ай, арматура, деп жүрді. Деді де жүрді. Деуден шаршамады. Алматы-ай. Ол жазу біткенді керемет етіп көшіріп беретін. Бірте-бірте жалқау балалар жазу сызуды да, есеп-қисапты да жынды жұрнаққа түгел көшіртіп алатынға айналды. Өздігінен ойлап жазады алмас, есепте шығармас. Бірақ нендей күрделі нәрсені болсын, қаз қалпында көркем жазумен көшіріп бермекке шын шебер-ақ. Суретті де көшіріп салудан теңдесі табылмас. Текемет кентінің пысқайлары жынды жұрнаққа не бір ғажайып суреттердің көшірмесін жасатып алып, арзымас тиын тебендерін беріп, бара бер, 1 сом ғой, 1 сом, десетінге де жеткен. Жұрттың бәрінің жаман үйретіп кеткендігі сонша, жынды жұрнаққа ескі құсқы киімдерінің өзін қимасқа айналды. Қайта оған бірдеңе беруге намыстанатын болды. Қамбар ата кесенесінің сыртында үстіңгі беті бұжыр-бұжыр, қалған қабырғалары қожыр-қожыр ақшылтым тас жататын. Оны жұрт жынды жұрнақтың тасы деп атап кетті. Кесенеге келетіндердің кейбіреулері әлгі тастың бұжырларына бірен-саран тиын тастайды. Сол тиын-сиындар жынды жұрнаққа нәпақа. Сол нәпақасын ақтағысы келгендей-ақ, ол әлгі ақшылтым тасты қашан көрсеңде айнадай жалтыратып сүртіп отыратын. Бірте-бірте уақыт жылжып, сусыған сайын сол тас айрықша жарқырап, айналаға сәуле шашып тұратынға айналды. Сорына қарай тиын-сиындарды жұрнақтан тартып алып кететіндер де табылатын. Ондайда жынды жұрнақ мектеп төңіректеп, оқушылардың жазуларын көшіріп, сызуларын сызып беріп, олардағы жарытпаған соң, соңдарынан салпақтап, балдаре, 1 сом беріңдерші, деп жалынып кетіп бара жатады. Айқұмырсқа ауылының балалары қоршап алысады. Жынды, есекке мінді, деседі. Ойбай, мұның есегі де жоқ қой, ең ақыры, деседі. Өзі есек қой мұның, үйі де жоқ. Қонақбай ағайдың үйін өзбектер сатып алған ғой, әйтпесе сонда тұруына болатын еді, деседі қыздар жағы сәл мейірленген кейіп көрсетіп. Жынды жұрнақ, ебелек, сен жындыға не керек, деп сұрайды және бір оқушы. Балдаре, 1 сом беріңдерші, дейді ол. Әй жынды, деседі Айқұмырсқа ауылының балалары. Мына сөмкелердің бәрін саған артамыз, ауылға дейін апарасың, 1 сомды содан кейін аласың, мақұл ма? Анадағыдай алдайсыңдар ғой, балдаре, дейді жұрнақ. Жынды жұрнақ, қап-қара тырнақ, деп мазақтайды шолжыңдаған шіркіндер. Кейде осындай оспадарсыз оқиғалардың үстінен шығасың. Шолжаң байларды шырқырата қуып, сабап тастағың келеді. Мұны аңғарған мұрынбоқтар тырағайлап қашады. Қалтаңның түбін қағып әлденелерді берген боласың жұрнаққа. Жынды дей алмайсың, дегің келмес, кесілгір тілің тартынбайды, алайда. Көкеде дей алмайсың.
Шіркін-ай дейсің жанарың ашып. Тағдыр-ай деп жастығылар тамаққа. Жұрнақ, мынау мүсәпір халдегі жынды жұрнақ сол жұрнақ па шынымен? Сезім сорлының сенгісі келмес, сана бейшараның қабылдағысы жоқ. Сенесің де, күнесің де. Қабылдамай қайда барасың? Жұрнақ қонақбай ұлы ма бұл шынымен? Бір кездері Мәскеудің ең мықты, маңызды оқуын тәмамдап, Тихиметке келгелі жатыр екен. Бірер апта демалып, одан соң Алматыдағы Алма дейтін қазақ университетінде оқитын қара шашты, ақша маңдай, қызыл шие ерінді әдемі қызға үйленіп, әйдік қызметке тұратын көрінеді деген жұрнақ көке осы ма? Иә, тек Тихимет кенті мен Айқұмырсқа ауылы ғана емес, Қазғұрттың төңірегі түгелдей, ауданыңыздың айналасы тұтастай таңырқай мақтан тұтатын жұрнақ көкеңді көріп тұрсың. Таңданба. Соқыр болғыр көзіңмен, ағып түскір жанарыңмен, шырқырайсың жаныңмен, жүрегіңмен жылайсың, амалың жоқ. Сол жылы Сарыкөзде Кеңшардың кеңсесі өртенді. Ауданнан өрт сөндіргіш қан қызыл қос мәшіне бажылдап жетті. Кешігіп келді. Кеңсені жалмаған жалын қоймаларды да қоймай бара жатқан еді. Екі мәшине екі шеттен өкіре тиісіп, өрт сөндіруге кірісіп жатқанда, қайдан пайда болғанын кім білсін, жұрнақтың даусы естілді. Деді ол, арматура кесіндісін тауып алғандағыдай. Алма, деп кеспелтек темір таяқты, 6 адамның күші жетпес арматураны сақинадай орап алғандай, Алматай, анталай ұмтылған адамдарға қарамады. Жолын кес-кестеген кісілерге бой бермеді. Өрт сөндіргіш мәшинелердің су атқылаған түтіктеріне кезек-кезек атыла секірді. Қайта-қайта құшақтай күресті. Оларды ұстап тұрғандарды олай да қағып құлатты, былай да қағып сұлатты. Бұл кезде бірақ өрт сөндіргіш мәшинелердің мүлде қажеті болмай да қалған. Кеңшар кеңсесінің тамтығы түтіндеп, қоймалардың қалдығы бықсып қана жатқан. Жұрнақтың жағдайы және қиындады. Қиындайтын жөні жоқ еді. Өрт сөндірушілердің екеуін бе, үшеуін бе олай-былай лақтырғанымен олар жұмсақ жерге домалап қана түсіпті. Үстеріндегі арнаулы киімдеріне дейін бүп-бүтін, сондадағы жұрнаққа жала жауып, тіпті өрттің шығуына дейін сол сорлыны себепкер еткісі келетіндер табылған. Обал нешік, мектеп директоры Сағындықов ағай ауданға шапқылап жүріп, жынды жұрнақты тағы да жаладан ажыратып, бәледен босатып, жындыханаға әкетуден сақтап қалды. Баяғы Брежнев алаңында кеспелтек арматура таяқтың да өрт сөндіргіш мәшинелермен қақаған аязда қазақ жастарына суық су шашқан, ажал атқылаған түтіктердің де қалайынша неліктен қолданылғанын, жұрттың ондай-ондайды көргенде қалай, неге қозатынын Қазғұрттың қой тастарындай қадап-қадап айтып, нақпа-нақ нағыздай дәлелдеген Сағындықов ағайға мың алғыс. Өрт оқиғасынан кейін жынды жұрнақ біраз уақыт Тихимет кентінің орталығындағы өзбек Мірнияз аканың үйін салсып, тамағына сырап, ас-ауқатына жыратып жүрді. Қысқа қарата Мірнияз ака жұрнаққа қалыңдау қоңыр шапан берді. Сол өзбектің үйін салысқаны әсер етті ме, жоқ әлде Айқұмырсқа ауылына барған кезекті бір сапарында туған үйінің орнын көргендігінен бе, әйтеуір жұрнақ күн сайын дерлік ұзын, кең қоңыр шапанның етегіне тас толтырып алып, қыр асып бара жататын болды. Алғашқыда оның бұл қылығына жан баласы жөндеп назар шықпаған. Кей-кейде ғана сұрайтындар табыла қалып, жұрнақ тасты қайда тасып жүрсің, дейтін көрінеді. Айқұмырсқаға, дейді екен ол. Не істемексің онда? Үйімнің орнын таптым ғой, там салам, дейді екен жұрнақ. Айқұмырсқаға ай тасыды ма тасты, жыл тасыды ма тасты, кім білер оны, ешкім де білмейді. Тихимет кентінің төңірегі, әсіресе Қазғұрт жағы, үй-жайдың іргесіне қаланар Қарақошқыл және Сарғыштау тастардан кенде еместі. Ал құйланыңыз, құйланбаңыз, Айқұмырсқа жақтан аттап бассаңыз болды, бір түйір тас табылмас. Тозғындау төбелердің, ажырық тұтасқан тегістіктердің жүлге-жүлгеленіп, жылға-жылғаланып жататын майда сайлардың табандарына дейін тассыз, түйірсіз. Сол қыстың соңы да 87-ші жылғыдай қақап тұрған. 2 күн бойы Қазғұртыңыздың қойнау-қойнауларын суық үнді суыл мен уіл кернеп, пәлен жылда бір айналып соғып кететін бөрі боран олған.
Түнге қарата өл мен суыл саябырсып, сықырлаған аяз бен сүйек сырқыратар суық жел алмаса алысқан. Үшінші күні Жұрнақ өліп қапты деген қаралы хабар бет қарды. Рас екен. Ол Айқұмырсқадан көшпей қалған 7-8 үйден сәл былайырақтағы Тақия төбенің тепсеңінде өзі туған үйдің орнында шапанның етегінен тас төгіп отырған күйінде қатып қапты. Қатыпты да қапты. Тізерлеп отырып, қолдары сәл бүгілген күйінде. Тас төгіп отырып, шапанның етегінен қатқан да қалған. Жұрнақ жымиып отыр екен десті. Жаман тұмағы жерде жатыр екен десті. Тастың жартысы жерде, жартысы етегінде екен десті. Мектебіміздің директоры Сағындықов ағай Жұрнақ көкені жөнелту мәселесіне айтарлықтай мән берді. Оны шығарып салуға Қонақбай ағайды жерлегендегіден әлдеқайда көп адам қатысты. Жетісі өткен соң біраз сыныптастар барып көрдік қой. Онша қорқа қойған жоқпыз. Жұрнақтың өліміне де, өмірінің соңында көрген жан төзгісіз қорлықтарына да өзімізді кінәлідай сезініп жүрдік. Зерттеңкіреп қарасақ, Жұрнақ көке тұп-тура туған үйінің табалдырығына тізерлеген екен. Байқадыңыздар ма? Жұрнақ жынды бола тұра туған табалдырығына тізерлеп, кіндік кескен үйіне басын иген тәрізді. Ойландыңыздар ма? Ол неге Сағындықов ағай мен Сағыныш апайымызды ғана есте сақтап қалған? Демек, оның санасында Сағыныш атты ұғым өлмеген, айнымаған. Біз Айқұмырсқа ауылында Тақия төбенің түбінде осындай ой түйгенбіз сонда. Жұрнақ жоқ енді. Жынданып кетсе де жарық дүние жалғанда оның орны бар екен да. Дүние әлемнің бос қалғандай сезілетіні неліктен дейсіз әйтпесе? Ұрпақ тұтас жоғалмаса дағы неге мұқым мүлде Жұрнақсыз қалғандай қоңыраямыз? Жоғалды Жұрнақ көке жер бетінен. Бәрімізге де барша зат айналамыздағы ғана емес, ұғым түсінігіміздегі күллі нәрсе жалғаусыз, Жұрнақсыз шолтиып қалғандай көрінді. Қарауыта қоңырайған қазғұрттың көлбеп жататын жоталы жоны шорт кесіліп түскендей, бір-бірімізге тіл қатыса алмаймыз. Тілдеріміздің ұшына келіп қалатын, айтылмай, кейін қайтатын сөздеріміз де Жұрнақсыз сияқты. Үйлеспейтін, үндеспейтін секілді. Бір қарасақ, біздің соңымыздан Сағыныш апай да келіп жеткен екен. Сағыныш апай сүйектен өтер сараяз буған сайдың тепсеңіндегі қар басқан қара тас үйінділеріне ұзақ-ұзақ қарады. Жұрнақ көке тасыған тас 2-3 мәшинедей, яғни бір үйге толық жететіндей екен. Балалар, деді Сағыныш апай сонда. Жоқ, сендер бала емессіңдер енді. Есейдіңдер ғой сендер. Бәрін кеш түсінетініміз, кешігіп ұғынатынымыз қандай өкінішті. Жұрнақты есте сақтаңдаршы. Жұрнақ көке қатып қалған үй орнының жанында ұзақ тұрдық. Қонақбай ағай қайтыс болғандағыдай, мен ауырып жатқандағыдай, бір-бірімізді үнсіз ұғысып, үн-түнсіз егіліп төгілеміз. Көз жасымыз қарға дыбыс ұстамады. Кенет аяқтарымыздың астындағы қардың құп-құрғақ шаң секілденіп, түкте титімдей де ермей, жылтырамай, жалтылдамай жатқанын аңғардық.